2020 жылы 12 тамызда қала әкімінің 482 қаулысымен Шымкент қаласы дін мәселелері зерттеу орталығы болып, коммуналдық мемлекеттік мекемесі болып құрылған. Қазіргі кезде орталықта штаттық тізім бойынша 32 маманның жұмыс істеуі қарастырылған, 22 маманымыз жұмыс жасауда. Орталық 3 бөлімнен тұрады. Біріншісі оңалту және психологиялық көмек көрсету бөлімі, екіншісі ақпараттық түсіндіру тобы бөлімі, үшіншісі мониторинг және талдау бөлімі. Нұр Мұбаракпен жалпы келісім бар, және одан да бөлек қаламыздағы, Түркістан облысындағы жоғарғы оқу орындарымен бізде тиісті меморандумдар түзіліп қойылған. Бітіруші түлектердің арасында, яғни бізге жұмысқа орналасуға ниет білдірген бітірушілер болатын болса, тиісті меморандумдар түзілген. Ол бойынша мамандар келеді деп күтіп отырмыз. Діни ахуал жалпы тұрақты ретінде бағаланады. Шымкент қаласы басқа өзге ұлт өкілдері шоғырланған қала ретінде есептелінеді. Оның негізі басым бөлігі өзбек ұлт өкілдері жиі шоғырланған тұрғын алаптарымыз бар. Ол жағынан дін мәселелері бойынша қамтамасыз етуде өзбек тілді мамандарды тартуда да қарастырып жатырмыз. Дінтанушыларды жұмысқа шақыру бойынша барлық шараларды атқарып жатырмыз. Дегенмен де әлі де мамандар жеткіліксіз. Бізге келетін мамандарға қойылатын талаптар, біріншіден дін саласындағы білімі өте терең болу керек. Ол дін туралы білімді білесіз, оны тереңнен үңіліп, жек-жегін бәрін жақсылап ажырата алмаса, түрлі келіспеушіліктерде ол бойынша болуы мүмкін. Сондықтан бірінші кезекте түпкілікті діни білімі жоғары болу керек. Қазір әлемдік тұрғыда есептеген кезде дін саласында мамандарға сұраныс өте жоғары.